Барша көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписаться және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. 12 ақпанға арналған ауа райы болжамы жарияланды. Астана бақы.кз қазгидромет РМК синоптиктерінің болжамына қарағанда, еліміздің басым облыстарының кей жерлерінде қар жауады. Батыс, солтүстік батыс және де орталық Қазақстанда ауа райы жауын-шашынсыз болады. Республиканың кей жерінде тұман, көктайғақ, бұрқасын болып, жел күшейеді. Алматы облысында кей жерінде тұман, көктайғақ, желдің жылдамдығы 17-22 метр секунд жылдамдықпенен соғады. Жекеленген аудандарындағы екпіні 28 метр секундке дейін желденуі күтілуде. Қызылорда облысының күндізі кей жерлерінде желдің жылдамдығы 15-20 метр секундке дейін жылдамдықпенен соғады. Екпіні 23 метр секундке дейін жетеді деп болжанып отыр. Солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан облыстарының кей жеріндегі бұрқасын, күндізі кей жерлерде желдің жылдамдығы 15-20 метр секунд жылдамдықпенен соғады деп болжанып отыр. Жамбыл, Маңғыстау, Ақмола, Түркістан, Батыс Қазақстан, Қостанай, түнде және де таңертең Ақтөбе, Қарағанды облыстарының кей жерінде тұман түседі. Жамбыл, Маңғыстау облыстарының кей жерлерінде көктайғақ болады. Түркістан облысының күндізі кей жерлерінде желдің күші 15-20 метр секунд жылдамдықпенен соғатындығы болжанып отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписаться және де лайк түймесін басыңыз, достарыңызға үлесіп, сау саламатта болыңыз.